Ыдырыс пайғамбар ғалым болыпты. Оның есімі дәрісті көп оқыған дегенді білдіреді. Құдай оған 10 қасиетті нәсіп етті. Бірінші – пайғамбарлық, екінші – ғалымдық, үшінші – жазу ғылымын жасады, төртінші – зергерлік, бесінші – қару-жарақ жасады, алтыншы – соғыс өнерін жетілдірді, жетінші – соғыс тұтқындарын өлтірмеу, қорламау тәртібін ендірді. Содан бастап тұтқынның құлақ мұрнын кесу, мәйіттерді кескілеу, оларды жерлетпеу қылмыс болып саналды. Сегізінші – киім тігуді үйретті. Тоғызыншы – кәлима айтып, көпшілікті иман нұрымен баураған. Оныншы – пейішті аралап, сонда қалып қойған. Қиямет қайымға дейін ол сол жерде тірі болатын 4 пайғамбардың бірі. Ыдырыс нәби жер мен көктің жаратылысына қарап, одан ғибрат алатын. Халыққа: «Уа халайық, әр нәрсеге назар салып қараңдар. Ұлық Алла неткен шебер, ол өте мейірімді. Сіздер мен біздерді махаббатпен жаратып, есепсіз нығмет берді» деп үлгі шашатын. Пайғамбардың құнарлы ойлары адамдардың жүрегін оятып, олардың жарлы болса да арлы болып өмір сүруіне ықпал етті. Ол Құдайға: «Жаратушы жомарт иеміз, бізге ілім бер» деп Құдай жалбарынатын. Тілектері қабыл болып, 30 парақтан тұратын кітап түсті. Бұқара халық кітап оқып, арам мен адалды айыруды үйренді. Дәрет алып таза жүру, ғұсыл қиыну, шаш тырнақты күтіп ұстау парыз болып бекіді. Осыдан бастап, шаш өскеннің елі кәпір, тырнағы өскеннің өзі кәпір деген сөз қалыпты. Бір күні ұлы Алла періштелерге: «Ыдырыстан асқан білімді жоқ» деп мақтанды. Періштелер Ыдырысты Алланың рұқсатымен қонаққа шақырып сынамақ болады. Сұхбат үстінде Ыдырыс Әзірейілге қарап: «Мен жан тапсырып көргім келеді. Жанымды алып қайта салшы. Өлім хәлін бір бастан кешіп көрейін» деді. Әзірейіл Ыдырыстың жанын табанынан тартып, мұрнынан суырғанда Ыдырыстың жан даусы шықты. Жанын қайта кіргізгенде Ыдырыс: «Вай, жан шіркін тәтті екен ғой, қатты қиналдым. Адамның өлімнен не үшін қорқатынын енді түсіндім. Ысырапыл сүр үрлегенде дүние астан кестең болады екен. Сол құдіретті көргім келеді. Сүр үрлеші» деді. Ысырапылға қолқа салды. Құдай досының көңілін қимай, ол кернейін тартып кеп жіберді. Керней тартқанда Ыдырыстың зәресі қалмады. «Ой, сүрдің даусы неткен зәрлет. Ғайбатынан 18 мың қалам дірілдет». Зәрем зәр түбіне кетті. Енді қыл көпірден өтіп, 7 тозақты көргім келеді деді. Макаил періште оны қыл көпірден алып өтіп, тозақты көрсетті. Тамұқтағы сұмдықты көріп, жаны шошыды. Тозақ қорқынышты екен. Алла пендесін тозаққа тастаудан сақтасын. Енді жұмақты аралап көрейін деп Жебірелге қолқа салды. Ол да Құдай досының көңілін қимай келісіп: «Жарайды, бірақ бір шартым бар. Жәннатқа кірген адам қайтып шыққысы келмейді. Қайта шығам деп уәдеңді бер» деді. Ыдырыс сөз берді. Жебірейіл оны ертіп, жұмақтың 8 қабатын түгел аралатып көрсетті. Ыдырыс сәмбі талдың жанына келгенде,
bir kepсін әдейі ұмыт қалдырды. Аралап болған соң пейіштен шықты. Пейіштен ұзай бергенде жәннатта бір кепсім қалып қойды. Тез барып алып келейін деп Жебрейлден рұқсат сұрады. Жебрейл, жарайды, тек тез кел деді. Пайғамбар сол кеткеннен мол кетті. Ол кешіккен сайын Жебрейл мазасыздана берді. Шыдамы таусылып, ыдырысты іздеп пешке қайта кірді. Қараса, пайғамбар әлгі сәмбі талдың саясында дамылдап жатыр екен. Әй, ыдырыс, бұл не жатсыз? Мен сені күтіп тұрмын ғой. Шық сыртқа деп. Пайғамбар таңданып, шыққаны қалай? Жұмаққа бір кірген адам қайта шықпайды деп өзің айттың ғой деді. Иә, бірақ сен қайттан шығамын деп маған уәде бергенсің. Мен уәдемде тұрып пештен шықтым. Екіншісінде кепсімді алу үшін кірдім. Ол кезде уәде бергем жоқ қой. Адам жұмаққа кіру үшін алдымен өліп қайта тірілу керек, ыдырыс. Жебрейл, оны білем. Әлгінде Әзірейіл жанымды алғанда бір өліп тірілгем. Жебрейл, адам қайта тірілу үшін қиямет болу керек. Әлгінде Ысрафыл сүріледі. Мен қияметтің даусын естідім ғой деді ыдырыс. Сөзден жеңіліп бара жатқан Жебрейл сасқалақтап, жұмаққа кірер алдында қыл көпірден өту керек деді. Сонда ыдырыс, Мәкәйілмен бірге қыл көпірден өтіп, тозақты аралап шыққаным есіңнен шығып кетті ме деп сұрады. Періште сөзден жеңілді. Сол кезде ұлық Алла: «Әй, Жебрейл, сөз тапқанға қолқа жоқ. Оны білімді деп айттым ғой сендерге». Ыдырыс айласын асырды. Енді оның жұмақта мәңгі бақи қалуына рұқсат деді. Ыдырыс пайғамбар содан бері пейіште екен.